Төрт тілді тең меңгерген қазақ баласы жаһан жұртын тәнті етті. 11 жасар Бекнұр Жәнібектің әлемге танымал блогер Юджиге берген сұхбаты желіде миллиондаған қаралым жинаған. Қол аяғы болмаса да көптен озған жеткіншек қазақ, орыс, ағылшын және француз тілдерінде еркін сөйлейді. Кішкентай полиглотпен әріптесім Жанель Нұрболат тілдесіп кетті. Ендеше сюжетке зер салайық. Salam Beknur. Salut, c'est Yuji. Pourquoi tu parles français? Je parle en français parce que j'ai habité en France pour 2 ans. What makes you happy in life? What makes me happy in life is my motivation. Бұл видеоны әлеуметтік желіден көзіңіз шалған болар. Қай тілде сұрақ қойсаң да мүдірмей жауап беретін қазақ баласына полиглот блогер таңдана қарап тұр. Юджи 10 тілде сөйлейді. Бекнұр да соған талпынып жүр. Қызығушылықтары бірдей болғасын шығар, екеуі тез тіл табысты дейді Бекнұрдың анасы. Бекнұр Юджиді үлгі тұтады. Желідегі бейне жазбаларын жібермей қарайды. Блогердің Қазақстанға келе жатқанын көріп, кездесуге ұсыныс жасадық. Ол бірден келісті. Екеуінің сұхбатын желіге жүктегеніміз сол еді, әлемнің түкпір-түкпірінен жылы лебіздер көптеп келді. Бекнұр білім мен өнерді қатар алып жүр. Өмірге құштар жеткіншек ағылшын тілінен республикалық олимпиаданың жеңімпазы, Евровижн 2021 ән байқауының бірінші орын иегері. Жасынан ән айтты бастан. Менің әкем ападым Евровидениеға. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Қол аяқ жоқ болса да бәрі мүмкін. Мақсатқа жетуге болады. Дарынды жеткіншек қазақ тілінде осыдан 1 жыл бұрын сөйлей бастаған. Оған дейін отбасымен ұзақ уақыт әуелі Америкада, сосын Францияда тұрған. Бірақ Бекнұр туған жерін қатты сағынатын. Оның үстіне 3 тілді біле тұра ана тілінде сөйлемейтіні оны қынжылтатын. Сондықтан шет тілде халық әндерін жиі айтып жүрді дейді анасы. Ісіміз тасып жатыр, алға бастық жеделде. Бектемісовтер отбасы елге былтыр қайта оралған. Қазір Бекнұр қазақ мектебінде оқиды. Бала білімге құштар, өмірге деген талпынысы өте зор. Әрбір сабақты мұқият тыңдап, үй жұмыстарын тыңғылықты орындап келеді. Бекнұрмен біз мақтанамыз сыныбымыз. Бекнұр болашақта IT маман болғысы келеді. Талабы таудай өрен арманына ұмтылуды қазірден бастап цифрлық технологиялардың қыр-сырын үйреніп жүр. Жанель Нұрболат, Алмат Меңдібаев, Жібек жолы.